Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Елекеев. Елімізде шағын және орта бизнес дамыту елбасы назарында. Кәсіпкерлікпен шұғылдану үшін қандай жағдай жасалған? Алдымызда әлде нендей шешілмеген мәселелер бар? Осы жөнінде бүгін әңгіме қозғайтын деп отырмыз. Студиямыздың қадірлі қонағы Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономика палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов. Қош келдің, Абылай бауырым. Қайырлы күн. Абылай, өзіңді көптен бері білем, шыны керек. Қиын кездер де болды. Талай азаматтардың аузынан естім. Кішкене қиындау болды ғой деген сөздерді естім. Оның үстіне бір сонда кездерде бір қызыңда ауырып қалды, қатты бір. Сол кездерде болды. Аман-есен жаңа сұрадым ғой, аман-есен бәрі жақсы екен деп. Рахмет. Бұны айтып отырған себебім енді мен ағалық ретінде өзімнің бір білдіртіп отырған бір көңілім ғой. Рахмет, рахмет. Оның үстіне қазір сен мінекей үлкен бір қоғамдық ұйымды басқарып жүрсің. Елбасымен жиі кездесіп жүрсің. Оны да жақсы білемін. Өзіңе деген елбасының бір қамқоршылығымен біліп отырмын. Жақын арада елбасы өзіңді арнайы бірге үлкен делегациямен Түркияға бардыңыздар. Одан кейін барып Австрияға бардыңыздар. Оның алдында мекен Чехия барып келдіңіздер. Сонда өзіңе бір ұсыныс беріпті. Онда қойған мақсаты қандай еді елбасы сіздің алдыңызда? Соны айтып кетсеңіз. Дұрыс айттыңыз. Біріншіден жаңа айтқан жылы сөздеріңізге рахмет. Қазіргі елбасының өздеріңіз естеріңізде болса, осы жылдың июнь айында кәсіпкерлермен кездесу болды. Сондағы айтылған бір үлкен мәселе, егер қарапайым тілмен айтсақ, елбасының өзінің бұлай арманын, ойын, талабын айтседен болады. Ол кісі айтты, кәсіпкерлердің басы бірігіп, бір әлемдегі дамыған елдердің тәжірибесіне сай, әсіресе Германия, Австрия, Турцияны айтып кеттіңіз, сол мемлекеттерде құрылғандай үлкен бір палата болсаңдар, басы біріккен. Сонда биліктің де, үкіметтің де терезесі тең болар еді сендермен. Әңгімелерің міне, сол мәселе ең негізгі түпкі мәселе сонда жатыр. Мен өзімнің бір жылдық тәжірибемді айтайын осы Атамекен. Атамекен барлық кәсіпкерлерді қорғап жүрген ұйымдардың ішінде ең үлкені. Ал егер статистика өңсек, 700-ге жуық ассоциациялары бар екен, әртүрлі. Салалығы бар, жергілікті жердегі бар, шағында қорғайтыны бар, басқасы бар. 700-ге жуық. 700-ге жуық. Енді оның ішінде белсенді жұмыс істеп жүрген бір 400 ассоциация деуге болады. Соның 140-ы Атамекеннің мүшесі. Ең ішіне ең үлкен Атамекен. Бірақ біздің дауысымыз тек кеңес беретін дауыс. Керек болса шенеуліктер біздің ойымызбен санасады. Керек болмаса ешқандай себебін айтпай-ақ өзінің шешімін қабылдайды. Кейбір жерлерде әсіресе бататыны мына соңғы кезде кедендік одаққа кергелі бері өздеріңіз естіп жүрсіздер, депутаттар назарынан да өте біздің отандық кәсіпкерлік керек мәселелер біз білмей шешім шығып, сол шешімнің зардарын біз көріп жатырмыз. Мәселе қайда жатыр? 20 жыл аяққа тұрдық. Өзіңіз айтып кеттіңіз, егеменді болғалы елбасы осы кәсіпкерлікті аялап келе жатыр. Аяққа тұрдық. Қазір өзіміздің отандық кәсіпкерлеріміз де бар. Мүмкіншілік бар. Бірақ меніңше қазір осының жүйелі түрде билік пен кәсіпкердің арасын тең-бетең ету керек. Жаңағыдай палата құру мәселесі сонда. Ал жағы барған біздің Турцияда да жақсы кездесу болды. Сол Турцияның палатасының басшысы біз алдында өзіміз жеке кездестік, одан кейін елбасының кездесуімен 1 сағаттан аса әңгіме болды. Елбасы өте ынталы тыңдап, осындай палатаны біз үлгіні алып, өзімізде Қазақстан жасауымыз керек деген осында алдымызға талап қойды. Үкіметпен және Атамекені. Қазір Атамекен мен үкіметтің арасында үлкен келіссөз жүріп жатыр. Оның нәтижесі осы арадағы 1-2 аптаның ішінде бітеді деген ойымыз бар. Осыған байланысты мен Абылай қосып жіберейін. Мына Серік Нығметұлы кезінде ең бірінші Атамекенді басқарды ғой. Ол да бар, ол да бар. Ол енді көмектесу керек деп мен ойлаймын өзімше. Бізде солай деп ойлаймыз. Өйткені Серік Нығметұлы Атамекеннің алғашқы басшысы болды. Алғашқы Австрияға барып, осы тәжірибені көріп кел, елбасына баяндаған сол Серік Ахметов болды. Сондықтан әрине біз о жағынан да қолда табамыз деген ойымыз бар үкіметтен. Бірақ үкімет тек үкімет басшысы емес, онда әртүрлі мемлекеттік органдар бар. Олардың өздерінің мүддесі бар. Жаңа палата құрғанда мен 3 мәселе шешеді. Мен айтып кетейін жетеді. Бірінші, барлық кәсіпкерлерді қамту. Жаңа 700 ассоциациямызда көп болса 10-ақ мың кәсіпкер мүшелікте тұрады. Олардың қамтып атқаны азақ. Әсіресе жергілікті ауыл жерде кәсіпкерлердің оларды қамтай алмай жатыр. Ораға ешкім бар филиалын аша алмай жатыр. Оларға қол ұшын бере алмай жатыр. Мәселе қайда жатыр? Ал қиналып жүрген сорадағы өзіміздің азаматтар шағын кәсіпорында, жағы өзінің шығарған кішкене дүниесін сата алмайды.
несиесін ала алмайды, субсидияны қалай алуды білмейді, бизнес план жазуын білмейді, маркетингті қалай қолға алатынын білмейді, кеден одағында қандай кедергілер бар, о жағында да қиналып жатыр. Егер де ауданның әкімі оңды жігіт болса, мейлі, көзқарас ал көбінесе шенеунік болғаннан кейін қысым көреді. Барып айтатын құқығын қорғайды ешкім жоқ. Жасырмай айтайын, ауданның әкімі де білмеуі мүмкін. Білмеуі де мүмкін. Мәселе сол ғой. Сондықтан палатаны құрғанда барлық кәсіпкер үлкенді кішілі бір палатада мүше болады. Үлкенің Машкевичіңіз де бар ма, НРС бар ма, кіші кәсіпкер бір палата болады. Бәрі бізде қазір миллионнан жоқ кәсіпкер тіркеуде, соның ішінде белсенді жұмыс істеп жатқан 700 мыңнан астамы бар. Соның 10-ақ мыңы 700 ассоциацияда мүше. Сонда 700 ассоциация, соның ішінде атамекен, біз 10-ақ мың адамның әңгімесін айтып отырмыз. Ал мәселе егер барлығы мүше болса, барлық кәсіпкердің атынан терезесі тең әңгіме құрып, үкіметпен білекті сыбанып, үлкен жұмыс жасауға болады. Онда күш боламыз. Даусымыз да шығады, еңсеңімізде көтеріледі, сосын шынтақты біріміз сезінеміз. Ауыл жерде мысалы әрбір ауданның орталығын алсаңыз, кем дегенде 500 мың шаруашылық бар. 500. Кейбір мысалы оңтүстік жерлерде, қалғытық жерде 1,5-ға дейін жетеді. 500 кәсіпкер. Бүгін келіп оны біреу тексереді да, біреулеп бәрін қинап жатыр. Егер сол 5 кәсіпкер басы біріксе, өзінің арасында беделді азаматты сол аудандық орталық палатаның басқармасын сайласа, өзінің қорғайтын юристері болса, бухгалтер болса, заңды жолдары болса, әрине оған ешкім тиісе алмайды. 500 адам бірігіп күш болады ғой. Оның заңды сөзі болады. Ал тағы екінші мәселе бұл қамтығаннан басқа сервис дейді. Керекті қызмет береді. Аудан орталығында тегін біздің айтып отқанымыз, елбасында тапсырмасы сол. Үлкен және орта кәсіпкерлер оған өзінің мүшелігін төлеу керек. Ал көптеген шағын кәсіпкерлерге солардың есебінен тегін әр аудан орталығына, әсіресе сол мәселеміз айтып отырмыз. Әр аудан орталығында ашылып, сол ауыл шаруашылығында жүрген өзіміздің азаматтарға, шағын орта бизнес соларға көмек көрсету. Кәсіби көмек көрсету, оқыту мәселесі, маман дайындап беру, юристерін, заңдарды түсіндіру, несие алу мәселесін, бизнес планын көмектесу, өндірген өнім қайқа сатуға болады, қандай бағамен сатуға болады, қандай жолдар бар, соның бәрін тегін түрде көмектесетін эксперттер болады. Міне мәселе қайда жатыр. Ал үшіншісі, ең бастысы, Турцияда да Германияда егер палата біріксе, оған үкімет өз тарапынан көп функцияны беріп отыр. Мен кеше дұрыс айттың ғой, елбасы баяғыда айтқан, кейбір мемлекеттік функцияларды қоғамдық ұйымдарға беру керек деп. Міне мәселе сол. Ол үшін басымыз бірігуіміз керек. Германияның, Австрияның, Түркияның тәжірибесі көріп, кеше Турцияға барып келді, Турция, Германияның, Австрияны да осып кеткен. Оларда 60 жыл болды биыл палатасында, 60 жыл осы міндетті түрде кәсіпкерлердің осы бір палатаға енген, басы біріккен 60 жыл болды. Енді Германия, Франция, олар 200 жылдан асып кетті. Мына континентальдік модель дейміз. Оларды кішкене басқаша, бірақ оларда да үкімет әсіресе мына сыртқы сауда жағын толығынан немістің Австрияның палатасында. Осында егер елшілікте Австрияның, мынау сауда жағындағы елшінің орынбасары, ол палатаның адамы, ол шенеулік емес. Солай келісілген, солай берілген. Бір жағынан оның дипломатиялық статусы бар. Любой мекеме кіре алады. Елшімен тіке қатынаста, ал ең бастысы ол кәсіпкерлердің мүддесін қорғап, Австрияның әр кәсіпкеріне осы арадан өнімін өткізуге, соның мүддесін қорғауға осы арада отыр. Сөйтіп экспортын өсіртіп отыр. Кеше депутатпен кездескен Ерғожа мырза айтып кетті, құлпынайды өсіріп, қайда сатарын білмей қиналып жатыр. Міне мәселе қайда? Сол үкімет соны шығаратын, көмектесуін сол егер әр ауданда 17-18 аудан бар Алматы облысында. Әр ауданда кәсіби білетін білімді эксперт отырса палатаның, сол кәсіпкерлердің мүддесін көмектесуін. Абылай, жақсы айтып кеттің. Енді дипломаттар, посолдар, бұлар дипломаттар ғой. Өз жұмысын жасайды. Олардың өздерінің тікбілей жұмыстары бар. Ал атамекенің азаматты болса, онда андағы сатқан кәсіпкердің бәрі жағдайын біліп отыр. Сосын олар өзіне шығады, өздері сайлайды ғой. Олар анаған тәуелді болады ғой. Ол шенеунік емес. Мысалы қазір дамуда ашып көрсетіп жатыр. Біз айтамыз, ол да жақсы. Үкіметтің көп бағдарламалары бар. Оны бетіне дұрыс деп айту керек қой. Бірақ дамуда отырған қазір облыстарда болып келдім. Август айында барлық облысты аралап шықтық. Осы елбасы кездесуден кейін соны жеткізейік деп, елмен араласайық деп барлық содағы ассоциация басшы. Оларда отырған бәрі ол үкіметтен, бюджеттен қаржы алып отқан шенеулік. Қанша айтса да, кәсіпкерді қолдайтын. Ол егер кәсіпкер білсе, көбісі білмейді, ол қай жерде ол орталық? Қалай барамыз, оның қалай көмек алады деп. Ауыл жердегілерге облыс орталығына барып келу де шалғай қиын. 300-400 шақырым жүру керек. Ал аудан орталығына барып ашсақ, сұраған бір керек машина беріп қойып, сол машинамен ауыл-ауылды аралап, халықпен кездесіп түсіндіріп отырса, бүгінгі халыққа сол ағарту мәселесі керек. Бізде ынталы адамдар көп. Оны қалай қарай ұйымдастыру керек? Сол жетпейді бізде. Міне, палата соны береді ғой. Ол еще мүмкіншілік береді. Аудан көлемінде осы палаталар ашылса қандай жақсы болады. Кейбір үлкен ірі ауылдарда ашуға болады. Сөзіңіз аузында біз облыстарды аралағанда, мысалы көп облыста байқағанымыз, жергілікті жерде көп азаматтардың еңсесі көтерілген.
осы 20 жылдың арқасында. Кішкене қалталы тойғандары бар. Енді олар сол елдің қамын ойлайды. Олар айтады, бізге мына жергілікті әкімшілікпен біз оны тек жаңағы оппозиция ұрысқымыз жоқ. Бізге олармен тереміз тең болып әңгіме, мысалы тариф мәселесін бізбен ақылдасса, жер бөлу мәселесін жергілікті кәсіпкерге қандай мәселе, соны ақылдасса, мына қаладағы қалалық градостроительный советтері бар, ген планы бар, соның бәрін бізбен ақылдасса, қай жерге өндіріс саламыз, қай жерге киоск ашуға болады, қай жерге жол саламыз, соның бәрі сонда ол жаңағы біздің салық қой енді кәсіпкер, біздің салықтың қайда кетіп жатқан біздің көзіміз жетіп отыр еді. Билікте кішкене аяғын тартар еді деген әңгіме туып отыр. Сондай бүгін талап қойып отыр. Соған бұл палатаны біріккен палатаны құрсақ бәріне жауап болар еді дегеніміз. Аса кетсе кеше айттым, маған айтады, мынау Атамекеннен кедендік бекеттерді алайын деп жатыр екен деп. Ол біз Турциядан көріп келдік. 5 жыл бұрын осындай әңгіме туып, үкімет сосын Болгария мен Турцияның арасындағы бір кеден бекетін беріпті. Бізге суретінде көрсетті біздің әріптестеріміз. 5 жыл бұрын қандай болған. 5 жылдың ішінде өз ақшаларын салып, полығын жөндеп, 8 рет өтетін уақытын төмендеткен жүктердің, 4 есе өтетін тауарлардың айналымын көтерген. Енді соған көз жетіп, үкімет енді барлық кеден бекеттерін сол палатаға беріп отыр. Мен айтайын, осыған байланысты мен бір зерттеген адамдардың біреуімін кезінде. Кейбір мемлекеттерде мынау шекараны да беріп отыр жеке меншікке. Шын айтайын. Жауап бер. Басқа ештеме керек емес бізге. Осыған бұл елбасының кезінде айтқан осы. Мемлекетті кейбір нелерді функцияларды беру керек. Бүгін сондай күн туды. Беру керек. Оны алатын кәсіпкердің де бүгін жауапкершілік мойнына алатын кәсіпкер де бар. Қазір өзіңіз айтып ынталы, көз ашылған азаматтар бар. Шетелде де көріп, тәжірибені оқыдық. Уже қолымыз жетеді ғой. Ал енді қазір аралап шықтың ғой облыстардың барлығын. Қалай енді басқа да Атамекеннен басқа 700-ді тағдай осындай ұйымдар бар. Олардың бірақ енді белсенді ондай көрініп тұрған жоқ. Шын айтайын. Бірақ та енді бас қосушылар осыған қосылады дегендер бар ма? Бар, барлық облысты аралап шықтық. Енді барлық облысты біздің Атамекеннің бар жерде филиалымыз бар. Оларға да біз белсенді сол кәсіпкерлер мойындайтын белсенді азаматтарды қоюға тырысып жатырмыз. Қазір керек болса сайлауды өткіземіз деп жатырмыз. Сол кәсіпкерлер қандай баға береді, соған байланысты филиалдың бастықтарын қоямыз деп. Жаңағы ассоциациялар да бар. Әр облыста әртүрлі, әрине. Бірақ белсенді азаматтар да бар. Бірақ олардың бәрі де Атамекенге мүше болып, Атамекен арқылы Атамекенге өзінің иығын тіресе жұмыс істеуге түсініп отыр. Өйткені облыс әкімдері дегер Атамекенмен арқылы сөйлессе, біздің трибунамыз келіп, олармен санасатынына да көз жетіп отыр. Енді жаңа айтып кеттіңіз, ауыл жерде болған жерде көп мәселелерді айтып жатыр. Біз өзіміз 7-8 мәселені нақты қойдық алға. Кедергі административтік, кеден саласы бар, салық саласы бар, кеден одағындағы мәселелер бар. Сосын құқықтық қорғау кәсіпкерлерді, ауыл шаруашылық кәсіпкерлігі, осындай бір 7-8 саланы алып, соның бәрімен Атамекенге жұмыс жасап жатырмыз нақты. Бірақ одан басқа біз 2 мәселеге жергілікті жерде қатты үн көтерген байқадық. Бірінші мына несие мәселесі. Жердегі несиенің осыған байланысты абылай өте сұрақ қоюшылар көп. Осы Атамекен жағынан қандай жұмыстар істеліп жатыр екен? Қол жетімді несие алу банктен. Үлкен залог сұрайды. 2 есе, маған 20 миллион теңге ақша керек болса, мен 40 миллион затын қоюым керек. Осыған қандай жұмыстар істеліп жатыр? Мен осыны айтайын тағы да. Кеше соңғы кездесуде, сенатта кездесуде бір ұсыныс бердің. Жаңа айтылып қалдың ғой бір Австриядағы ұсыныс неге байланысты екен, Түркиядағы ма. Ол мынау шағын ортаға бизнеске берілетін қаражатты банкіге салып 0% па, керек болса там 1% па, несие берсін шағын орта бизнес азаматтарына 4-5% деген. Осы ұсынысты осыдан шығып отыр ма? Қайда шығып отыр осында? Бұл ұсыныс көптен бері біздің ойда жүрген ұсыныс. Оны біз мынау әсіресе қаржы ассоциациясы бар. Қазір деген 18-21%. Дұрыс, оныңыз дұрыс. Барлық жерде әсіресе шағын орта бизнес, дұрыс айтып отырсыз. Үлкен кәсіпкерлер олардың өзінің қаражаты жетіп жатыр. Шағын орта бизнес 18%-тен төмен жоқ. Кейбір жерінде 27%-ға дейін баратын бар. Онымен қалай ол өндіріс көтереді? Өзін асыра алмайды ғой. Сондықтан бұл барлық жерде айтылған мәселе. Оны біз көтеріп, июнь айында елбасына өзіміздің ұсынысымызды енгіздік. Осы қазір үкімет тарапынан көптеген бағдарлама арқылы қаржы қорынан бюджеттен ақша бөлініп жатыр. Даму болсын, Казагро болсын бар деп. Біз айттық, сол қаражатты жинап, ол Казагроға барсаңыз да, біз Шымкентте мақташылармен кездестік. Айтады, 4 январь күні жаңа жыл бітті дейді, 4 январьдан бастап жүгірем дейді. Май айына дейін майда егін басталады, мен өзім айналым қаражатым керек Казагродан. Ана қағаз алып келдім. 4-5 ай жүгіріп, соңында жаңағы сіз айтқан сенің мына кепілдігің, сенің үйіңді аламаймыз, жеріңнің бағасы басқа деп, ауыл жердегі жердің бағасы белгілі ғой. Содан аламай, содан кейін жығылып, банкіден 20-25%-бен кредит алуға мүмкіншілік боламын дейді. Амал жоқ. Ал күзде өткен өнімнен соны
жаңағы бірін аяғын жабамай қиналам деп сондай әңгіме айтып жатыр. Ол үкімет бағдарламасы бар, бірақ ол көпшілікке жете алмай жатыр. Мынау жол картасында қазір 1,5 кәсіпкер алып отыр. Жақсы, пайдалы, ол субсидия алып отыр. Бірақ біз айтып сол қаражаттың бәрін жинап, банкілерге жағы 0, көп болса 1%-мен. Қазір арзан, ұзақ ақша тек үкіметте бар. Банкілерде ондай ақша жоқ. Өздеріңіз білесіздер, дағдарыстан кейін банкілердің жағдайы әлі де аяғына толық тұра алған жоқ. Шетелдік біздегі алатын қаржы нарықтарының бәрі бізге жабық. Банкілердің жағдайы белгілі, рейтингілері белгілі. Сондықтан қазір олар депозиттерін алып отыр. Халықтың ол өте қымбат та қысқа ақша. Ол кәсіпкерлерге ыңғайсыз. Өйткені егер сен өндіріс ашам десең, кемінде 5-7 жылға дейін болу керек. Оның 2 жылын сен аяққа тұрғанша, сен өзің кішкене бір каникулың болу керек. 2 жылдай сені қыспай, 2 жылдан кейін барып аяққа тұрғаннан кейін төлейтін. Ал ең басында 5-6%-дан аспау керек өндіріс ашатын болсаң. Бұл басқа өндіріс, ауыл шаруашылықты көтеру тіпті қиын. Ауыл шаруашылық бір жыл жаңағы егін болады, бір жыл болмайды. Оның ұзақ жолы бар, сондықтан ол 5%-ден асырмау керек. Ал оның жаңағыдай ғана жолы бар. Сондықтан талап қойдық. Елбасы үкіметке, ұлттық банкке тапсырма берді. Декабрь айында, қазір декабрьдің 5-і деп отыр, елбасы жинап, сол жауапты үкіметпен ұлттық банктен алады. Бірақ өкінішке орай біз қазір байқап отырмыз, үкіметте, ұлттық банкте соған бұлай селпос қарап, тек әшейін жазып, мынандай жалпы қағаз жазумен ғана жауап берейін деп отыр. Бірақ біз соны кешеде мен сенаттың алдында айтқан тағы да есіне салып кеттім. Сол елбасы сол тапсырмасын нақты орындау керек. Келесі аптадан бастап біз үкіметте осы төңірегінде үкімет ауысты да, қазір жауапты азаматтар үкіметте тағайындалды. Дасаев мырза, Орынбаев мырза, солармен біз осы келіссөзді бастаймыз. Оны аяғына жеткізу біздің міндетіміз. Мен абылай жаңа мен әдейі еттім ғой енді. Кезінде Серік Нұрметұлы осыны басқарды. Енді тыңдап отырған шығар деп мен айтып отырмын. Себебі бұл енді қиын жағдай ғой. Мына бірде үкіметтің бірдегі бір ерекшелігі бар. Бір министрлік дұрыс қорытындысын бермесе, любой ұсынысың өтпейді. Оны өзің білесің, өзің де министр болдың. Жақсы білесің. Ал енді осыған елбасы ертең жинаған кезде қалай деп ойлайсың? Үкімет пен ұлттық банк осыған келісе ме, келіспей ме? Енді әрине бізде оның бәрін біліп отырмыз. Шенеуніктердің қандай екенін күнделікті азаннан кешке дейін уақытымыз сонымен өтеді. Ана есіктен мына есікке дейін жүгіріп, сол кәсіпкерлердің ана мәселесін, мына мәселесін айтамыз деп. Оған да үйрендік. Сіз жаңа айтасыз, ол жаңа қағазға қол қоймайды деп. Қазір министрліктерге барсаңыз, астында тұрып, сен үлкен бір мекеменің одақтың, қоғам одақтың астынан тұрып, жаңағы бір зам министр кірудің өзі, пропусктен өтудің өзі біраз зат. 15 минут ерте келіп, сол жаңағы тексерудің өткенге дейін барады. Міне кәсіпкер мен қоғамның арасында қарым-қатынас, тепе-теңдік қайда жатыр дегеніміз. Ал біз ол мәселені қорықпаймыз. Бірінші, бізге ең бастысы елбасының жаңағы айтып отқан өзінің ойы бар, осының нақты позициясы бар. Ол бізге үлкен тірек. Екінші, біздің сеніп отқанымыз, жаңағы кәсіпкерлердің жергілікті жерде байқап отырмыз, астында кәсіпкерлердің ынтасы бар. Осы екі жақтан жаңағы шенеунікті қыссақ, нәтижеге жетеміз. Біз сондай мәселе қойып отырмыз. Осыған байланысты абылай, мына біздің Ақжол партиясы барды, Азат Перуашев бастаған кезде, о да осы атамекенді басқарды. Олардың үлестері бар ма? Қосылып жатыр ма? Жаңа сенің сөзің айтуына қарағанда, министрліктің кіруіне өзі қазір үлкен проблема болып тұр ғой. Проблема болып тұр. Әрине, Ақжол партиясы өзіміздің бәрі де кәсіпкерлер арамыздан шыққан. Біздің қарым-қатынасымыз өте тығыз. Апта сайын күнделікті өтер қарым-қатынаста боламыз. Әсіресе көптеген мына салық саласына байланысты мәселелерге Никитинская ханым басқарған, өзі атамекенде орынбасары болды, қазір Ақжолда. Сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Ал, сәлеметсіздер ме? Уағалейкум, кешіріңіздер. Екібастұздан. Иә. Алло. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Мен Екібастұзда крестьянское хозяйство шаруа қожалығымын. Иә. Мен несие алған Казагра деп отыр ғой жаңағы, Казаградан. Иә. Казаградан несие алған. Мысалында несие алғанда маған 3 миллион несие берген, көтер Свағадан программада. Сонда ол маған договор бойынша алдында айтқан, бұл ауызша Казаградан бастары келіп. Қазір 2 жылға береді ақшаны, кредитті. 2 жылдан кейін сіз үкіметке 7 жылға береді, 5 жылда сіз төлейсіз. Қалған 2 жылда сіз төлемейсіз пока деп. Малыңызды өсіресіз деген бізге. Енді мен договорға келген кезде, былай договорға келген кезде, енді сіз мені 12 айдан кейін сіз уже төлей бастайсыз уже дейді. Мен айтам, қалай ол дедім. Мен алған малымды биыл қыстан ұстап төлдетім керек. Содан кейін бар уже мен жауым керек қой дедім уже. Жақсы, түсінікті ғой енді. Түсінікті, енді жаңағы айтып отқан мәселеміз тұр ғой. Біріншіден, жаңағы Екібастұз енді шаруа ғой.
жаңағы договорды көбінесе өкінішке орай юрист жоқ договорға қарайтын. Мысалы қолды қояды, сөзге сенеді да. Бізде сауатсыздық жоқ. Сауатсыздық. Міне әңгіме қайда біз ауыл орталығында жаңағы сөзіне ереді де қолын қоя салады. Әрбір пунктті енгізіп, қазір біз сондай енгіздік қой банктың жүйесіне. Әрбір ұсынысқа өзінің ұсынысын бер деп. Өкінішке орай оны қадағалап отқан ешкім жоқ қой. Заң бар, заңның орындалу мәселесі қайда жатыр. Сондықтан біз айтып отырмыз, палатаны құрып, сол екібастұзда палатаның юристері отырса, жаңағы кәсіпкерге нақты көмек көрсетеді. Бір. Екіншіден, ол кісіге мен айтатыным, біздің атамекеннің қарамағынан кәсіпкердің құқығын қорғайтын қоғамдық кеңес бар. Бір жыл болды. 400-ден астам кәсіпкер біреуі де қалмайды, бәріміз қадағалап отырмыз. 5 юрист отыр соны қадағалап. Бас прокуратурамен келісіміміз бар. Егер жаңағыдай ол кісінің құқығы бұзылса, мен ол кезде айтайын, сайтқа кірсін, біздің сайт ашық. Кез келген кәсіпкер атамекеннің мүшесі емес, өзінің құқығын қорғауға болады. Ол тегін. Ешқандай ол кісіден біз қаражат алмаймыз. Арызын бізге берсе, біз Қазагроның бастығымен сөйлесіп, ол кісінің мүддесін қорғауға біз атсалысуға дайынбыз. Абылай, 2-ақ минут қалыпты, 1 минуттай өзің кәсіпкерлерге алда басқа біреуге сөйлейтін сөзің бар ма? Айтуға болады. Кәсіпкерлерге мен бірақ мәселені айтқым келіп отыр. Қазір осы елбасы қолдап жатқан біздің мүмкіншілігіміз бар. Басымызды бірігіп, ақыры 20 жылда бір-бірімізге қол ұстасып, кәсіпкерлік мүддемізді қорғап, елімізді еңсесін көтеруге, ары қарай кәсіпкерлікті дамытуға, билікпен тепе-тең сөйлесуге мүмкіншілігіміз бар. Соған сену керек. Осы заңды қолдайық, бірігейік. Біздің мүддемізде біз өзіміз қаражатты жинап, өзімізді қорғап, жаңа айтып кеткен әр аудан жерде өзінің бас қосуға мүмкіншілігіміз бар. Сондықтан мен айтатыным, әрине бұны арада ассоциация қолдағаны да бар, қолдағаны бар, әртүрлі әңгіме бар. Басын қосу қиын ғой 700-дің. Демократия болғаннан кейін қоғамдық жерде солай болады. Бірақ мен айтып отырмын, негізгі мәселе бұл атамекен жинайын деп отқан жоққа. Өздерің жинап, өздерің жаратасыздар, өздеріңіздің мүддеңізге. Оны Мырзахметов емес, Құлыбаев мырза емес, қалтасын алайын деп отқан. Біз айлықты алмаймыз атамекеннен. Біз тек өзіміздің азаматтық борышымызды орындап, осы жерде жүргеннен кейін қарапайым кәсіпкерлерге жергілікті көмек көрсетіп, сол мәселе. Сондықтан бар айтатыным, қазір осы елбасының айтып отқан ұранына қосылып, осы заңды қолдайық. Осы алғашқы айлардың ішінде сол заң жобасын біз енгіземіз. Соған атсалысуға шақырамын. Міне, осындай сөзден кейін неге қосылмасқа деген менің ойым бар. Шыны керек, атамекеннен біз үлкен үміттеміз. Елбасы соңғы бір сөзінде айтып қалды, біздің шағын орта бизнестің жалпы ішкі өнімнің ең кемінде 40%-ына дейін көтеру керек деген. Біз сонда ғана осыған жетеміз. Эфир уақыты аяқталуға жақын. Бүгін біздің отандық кәсіпкерлікті дамыту жолдары туралы сөз қозғадық. Студия қонағы болған Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономика палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов. Аман сау болыңыздар, құрметті көрермен.